жанұямызбен табиғат қойнауына саяхатқа шықтық. Әжеміз бұдан 22 жыл алдын осы қырдың төбесіне алып шыққан еді барлығымызды. Бүгін сол әжемізді естеу үшін осы жерге келіп отырмыз. Табиғат аясында ана табиғат өзінің әсемдігін, өзінің сұлулығын адамдарға көрсетіп, өзіне тартып жатыр. Табиғатымыз тамаша болсын, аспанымыз ашық болсын, деніміз сау болсын, жанұямыз аман болсын. Осы көктемде отбасымызға күшті бір жаңалықтар келсін, дендеріңіз сау болсын. Әр көктемде осындай көктемнің ауасындай әдемі, көктемнің табиғатындай сұлу, жер ана сияқты пейілдерің кең, мейірімді болыңдар. Дендеріңіз сау болсын, әр қашан бірліктерің, ынтымақтарың бұзылмасын. Амин. Шапалақ Сау болыңдар. Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Бүгін отбасымызбен қырдың басына Маевкаға шықтық пикникке. Содан күшті видеолар көрсеңіздер болады. Қырдың басы керемет. Ана жерде аққулар бар, ана жерде сиырлар бар. Адамдар көп Маевкада жүр. Күшті табиғат. Папам жатыр мына жерде. Бір сағат ұйықтап алсам болар еді. Құрметті демалысқа келген жігіттер, қыздар, балдар. 1923 жылы Құда қаласа міне февраль 1900 деген. Март айында 19 март как раз бүгінгі сайлау күнгі мерекеміз осы қыр басында болады Құда қаласа. Осыған бір жақсылап бір бата берейін табиғат аясында. Ал батамды берейін, үстем болсын мерейің, өздеріңді әрқашан аман есен көрейін. Міне көрдіңіздер ме, тамаша. Жақсылық келіп кетпесін, жамандық келіп жетпесін. Қыдыр болсын жолдасың, жаратқан ем қолдасың. Адал болсын алғаның, аман болсын мал жаның. Дастарханың тоқ болсын, уайың бақың жоқ болсын. Сыйлы болыңдар, дендерің сау болсын. Осы айтқаным қабыл боп, жаратқан ем жар болсын. Ау міне дегенді келініне беріп алып. Келінге беріп атырып, мен келінге де бата берем ба? Түсірдің ба? Тіл аузын дүшмандардың боğa берсін. Келіннің балағынан баласы ұрап, Құда қаласа қолына әдемі сұлу бала ала берсін. Ау міне бар. Жерден құм ала ма сонда? Топырақ ала ма? Топырақ. Тағы адам жақты. Бәрін малда жеп отыр. Табиғат аясында болған жүргеніміз осыны аяқталады. Жастық уақыттарды еске алдық Құда қаласа.
Жастық уақытты еске алғанымыз, сол жастық уақыттағы өлеңді де айтып бере салайын мен. Сенсің жалғыз бұл өмірде арманым, толқын жүрегімде ойнадың. Аяулар асыл менен есірейін. Жасырай, бұрақыма сен несте деп міне. Жас уақытта осы сөзді айтқан мен. Енді осы сөзді 70 жерде айтып отырмын. Енді балама тапсырам деп қойсаңыз. Болды ма? Мына баспа бүйтіп қолтықтап тұрсаң. Суқана. Өсе көлі. Болды ма, түрк болсыздар ма? Мен қазір өнерге барамын.